Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді әрі жеңіл горох сорпасын дайындайтын боламыз. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап, дәл менің рецептім бойынша дайындап көріңіздер. Ендеше сорпамызды дайындап бастайық. Ең әуелі салқын суға сүйегі бар етімізден салып, сорпамыз қайнағанша қазанның қақпағын жауып қоямыз. Менің етім шамамен 1,5 сағатта толықтай пісіп шығады. Осы уақыт аралығында горохымызды жуып, тазалап, дайындап қоямыз. Біздің горохымыз да өте ұзақ піседі, сондықтан да сорпамыз қайнағаннан кейін шамамен жарты сағаттан горохты сала берсеңіздер болады. Сорпа қайнаған бетте міндетті түрде көбігін алуды ұмытпаңыз. Сорпамды пешімнің келесі бетіне баяу отқа қойып қоятын боламын, және осы уақытта майға ұсақтап туралған пияз бен сәбізімізді қуырып алатын боламыз. Мен сәбізді үккіштен өткіздім, себебі үккіштен өткізіп қосқанды жақсы көремін. Енді осы пияз бен сәбіз сәл жұмсарып, қызарғанша жақсылап қуырып алатын боламыз. Шамамен менің етім 1 сағаттай сорпада қайнап пісіп жатыр. Енді осының үстіне тазалап жуылған горохымды саламын. Біздің горохымыз да өте ұзақ піседі, сондықтан да ертерек салып қоя бергеніңіз дұрыс болады. Піскен кезде горох жарылып, 2 есе ұлғаяды. Енді біздің етіміз пісуге шақ қалған кезде кубиктап туралған картоптарымызды саламыз. Менде үйдегілер сорпаның картобы көп болғанын жақсы көреді, сондықтан да мен картопты көбірек қостым. Және де жаңағы алдын ала қуырып алған пияз бен сәбізімізді де қосамыз, араластырамыз. Дәміне қарай тұз бұрышын сеуіп, тағы да бір араластырып, баяу отта бұқтырып 40 минуттай пісіріп аламыз. Осымен біздің сорпамыз дайын болды. Жаңа етім піскен бетте мен сорпадан сүйегін ажыратып алған болатынмын. Ары қарай дастарханыңызға ұсынып, дәмін тата берсеңіз болады. Бұл өте дәмді болып шығады. Әрі горохымыз піскен кезде өзінің көлемінен 2-3 есе ұлғаятын болады. Сондықтан да сорпаны дайындайтын кезде горохты көбірек қосып жібермегендеріңіз дұрыс болады. Және достар, қазақша контентті қолдап, видео ұнаса, каналым ұнаса, лайк басып, арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ас болсын!